Сауалдарыңыз болса жаза отырыңыздар, сұрай отырыңыздар. Біз бәрін қамтуға тырысамыз. Дәл солай қымбатты тыңдаушы, микрофон алдында Дилбар Ерсайын қызы, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін Киелі кеңістік бағдарламасында біз тағы бір маңызды тақырыпты сөз етпекпіз, ол ат қою әдебі. Нұрлан аға, қош келдіңіз. Қош болды. Қайырлы таң қазақ елі, амансыздар ма, саусыздар ма? Күндеріңіз берекелі болсын, жақсылықта болыңыздар. Нұрлан аға, адамның есімі оның өмір бойғы сіңірі. Иә. Сәби дүниеге келгенде ұрпағым келді деп атана қатты қуанатын сөзсіз, және есім таңдауда, ат беруде жауапкершілікті де өз мойнына алады. Бала оған берілген аманат десек, осы есім қоюдағы жауапкершіліктің мәні, маңызы туралы тарқатып айтып беріңізші. Өзі бұл адамның өмірде бір рет қойылатын аты тек қана туылған сәттен бастап ақтық демі шыққанша бірге жүреді. Демі шыққаннан кейін ғана ақтық демі адамның енді атымен айтпайды, сүйегін денесін алып шық дейді. Соға дейін адамның аты өзімен бірге жүреді. Аты дүниеде де ақыретте де пайдалы. Енді жақсы адамның атын қою, жақсы адамға еліктеу, дұрыс аттарды қою маңызды дүние. Біз оған қазір кеңірек тоқталамыз. Негізі бір баланы жетектеп пайғамбарымызға әкесі келіп, мына балам мені тыңдамай жатыр, бір нәрсе үйретесіз бе деген бағытта сөз айтқан кезде, баласы қайырып, сіз осы ата-ана туралы көп айтасыз, осы балалардың әкесінде ақысы бола ма өзі, біздің де бір нәрсе правамыз бар ма деген бағытта сұрақ қойды. Сонда пайғамбарымыз баланың әкесінде үш ақысы болады деген, әкесінде, анасында емес, баланың әкесінде ақысы болады. Біріншісі ат қою дейді. Ашия аю асенасмаху. Балаға жақсы ат қойыңыздар дейді. Одан кейін тәрбиелеу, одан үйлендіру. Енді сол ат қою бұл өте маңызды, әкелерге маңызды. Енді әкесі болмай қалса, оның орнына өтетін адам бар, болмаса анасы әлбетте атты қояды ғой. Бірақ сол атты дұрыс таңдап, керек десеңіз, біздің қазақ халқы атқа ерекше мән берген. Сізге бір дәлел ретінде айтайын, тіпті аян көріп қояды. Білмеймін, басқа халықта кітаптарда көрмедім мен, бірақ біздің қазақ халқында аян күтеді, бір хабар күтеді. Тіпті туылмаған балаға ат байлайды. Осы атты бір, ұл туылса бәлен деп қоямыз, қыз туылса бәлен деп қоямыз, ең соңында туылмаған балаға ұрысып тынады, әйел мен күйеу әлі. Бұның өзі бір белес, бұның өзі бір жақсылық. Неге өйткені туылмаған балаға да жақсы ат қоюдыңға ниет қылу, ырым байлау, бұл өте дұрыс нәрсе. Сол мақсатқа жетуге бірінші қадамның біреуі болады. Кейбір ана ұлттарда балаға жөргек алуға болмайды деген сынды нанымдар бар, бірақ біздің халқымызда алуға болады. Белгілеп ұлға болсын, қызға болсын жөргек алып қоюға, тіпті анау бесігін алып қоюға, коляскасын алып қоюға да тұрған ештеңе жоқ. Осындай дүние. Сондықтан балаға жақсы ат қою, бұл оның өмірлік бір өзімен бірге серік болатын ұлы есімі. Сондықтан балаға жақсы ат қоюды парыз деп айтады ғұламалар, мұжажib міндет деп айтады. Тек қана сол атты жаңа кім көрінгеннен сұрап емес, ол мағынасы не, оның түбі не мағына білдіреді, жалпы ат қойған кездегі атты өзі неге алып келеді баланы, қалай, мысалы айтайық, бала өзіне ұялмаса, сенің атың бәленше кісінің баласы, аты үлкен бір тұлғаның аты, бізде ауыр болады деп айтатын сол ғой. Жаңағы бала сондай болып өссін, сондай бір қасиет бойына дарысын деген мақсатта қойылатын жақсы ат. Сондықтан атты өте жақсы қою керек, және оған абай болу керек. Бізге WhatsApp желісінен сұрақтар келіп жатыр екен. 8-100-101-40-00 достар, дәл қазір бізді jjfm.kz сайтынан да көре аласыздар. Сіздердің сұрақтарыңызға міндетті түрде ораламыз, жауап береміз. Қазір келесі менің дайындаған сұрағым, исламда балаға ат қоюдың қандай талаптары бар дінде? Мынау талаптардың ішінде бала ертең ұялмайтындай, өз атынан өзі қысылмайтындай, және көшедегі адамдар оны күліп масқараламайтындай, залымдығы елге өткен, тарихта кәдімгі таңбаланып мөр болып қалған жаман адамдардың, немесе ешқандай ұйқассыз түсінік бермеген аттардың, немесе бір дінсіздіктің ишаратын көрсететін аттарды қоюға болмайды. Бірінші талап осы. Ал енді осы жерде кейбір біздің жастарымыздың шатасатын жері де осыда. Көп ата-ананың да қателесетін жері тап осы жерден келіп шығады. Қайсысы? Аттарды, мен жаңа сөзім үшін айтып кеттім, түсініктірек қылып, жұқалап, дінсіздіктің деп.
Яғни бұл деген сөз адам баласы, қазақ деп айта берейін түсінікті болу үшін, намаз бастаса бірден атын әл ибн дегенге ауыстыруға құмар болып кетті бүгінде. Немесе өзінің жақсы ғана атын арабша ауыстыруға, немесе туылмаған балаға арабша ғана ат қоюға біз үнделмегенбіз. Арабша ат қою керек, немесе тек қана пайғамбардың атын қою керек деген түсінік талап жоқ. Мысалы, Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи ва саллям өз заманда жасы 40-қа келіп, 50-ге келіп, одан үлкен, одан кішілер мұсылман дінін қабылдады. Соның біреуі Муавия. Мағауия қабылдаған кезде оның аты кішкентай үретін итке айтылған, еркелетіп қойылған ат. Мағауияның түпкі мағынасы сол. Абу Бәкір 42 жасында мысалы исламға келді. 42 жаста Абу Бәкір кішкентай түйе баққан түйесі бар бала, түйе жетектен бала десем түсінікті болады. Сонда еркелетіп ол халықта солай қойған. Тіпті арыстанның, иттің де атын қоя берген. Сонда енді олар исламға кірген кезде, мұсылман болдық деп пайғамбар алдына келгенде, пайғамбарымыз сенің атыңды өзгертеміз, атыңды ибн деп қоямыз деп ешкімге ондай қойған жоқ. Сол атымен, затымен исламға кіре берді. Болды, қала берді мұсылман болып. Енді кейбір аттар болды, күннің құлы. Мысалы, әйгілі ең көп хадис жеткізген Абу Хурайра деген сахабаның өзінің аты Абдушамс болған деп келеді кітапта. Күнге сыйынған деп. Күннің құлы. Аспандағы күннің құлы деген мағына береді екен Абдушамс. Сонда пайғамбарымыз сен адамның, сен күннің құлы емессің, сен Құдайдың құлысың деп оның атын өзгерткен деп айтылады. Міне осындай. Қалған өзінің табиғи ұлттық аттарды өзгертудің қажеті жоқ. Міне талап осы. Мұсылман болды деген сөз өмір өзгерді, ат өзгерген жоқ, өмір өзгеру керек. Сенім наным өзгеру керек. Мысалы, өзге ұлттың азаматтары, азаматшалары біздің мұсылман дінін қабылдап жатады. Мысалы, айтайық, Сергей, Петро, Иван деген азаматтары, солардың атын қайтадан арабшаға өзгертпейміз. Кейбіреулер білместіктен өзгертіп жүреді. Жаңағы Иван сен бүгіннен бастап тұрып иман болдың, немесе жаңағы бәлем болдың деген өзгертпейміз. Андрей болса арқасы бар деп оны өзгертіңде жоқса, Андрей мұсылман бола береді. Кім айтты, Пушкин деген ат мұсылман, Александр деген адам мұсылман болмайтын бола береді. Атымен емес қой. Құран оқығанда да, бата қылғанда да жасай береміз. Ол маңызды емес. Сол үшін жаңағы атты өзгертудің бірінші жаңағы ат қоюда да талап масқарапоз, ұят салатын және дінсіздікпенен, мысалы Абу Жахил деген сияқты елге қиянат жасаған адам, кәдімгі репрессия қылған адамдардың, сондай тарихта жаман, бұл бір адамға емес, кәдімгі бүкіл халыққа мәшһүр белгілі болып жамандық жасаған адамның аты қойылмайды. Және мысалы қазақтың қазақ екенін барлық әлем сол есімінен танитындай етіп, өзіміздің ұлтымызға тән қазақы есімдерді беруіміз. Өйткені қазір біздің балаларымыз, жасөспірімдер өте сан салада әлемді бағындырып, кез келген спорт болсын, ол шахмат болсын, жаңағы өнер болсын, жақсы жүлделі орындарды алып жатыр. Сол кезде есімі қазақы аталған кезде Қазақстаннан екен, оның қазақ екенін біздің өзі шетелдегілер, басқа ұлттар қазақ болуды армандап жүрсе, біздің қазақтар басқа бір ұлтты қабылдау арман болып жүр. Мысалы, мен сізге айтайын, Алматы облысы, Алматы қаласында біздің бір түрік ұлтынан ағамыз бар. Қазақбай деген. Ұлты түрік. Өзі Қазақбай аты. Сол кісі туылған кезде ата-анасы Қазақбай деп қойған. Қазаққа сіңсін, қазақтың топырағында өскен бала, туылған бала деп. Біздің қазақтар жаңа Түркияның сериалдарын көріп, соның балаларына атын қойып жүр. Жаңа Денизі бар, басқасы бар. Сондықтан өзіміздің атымызды қойға шақырамын. Бұл маңызды не? Одан кейін ат деген жаңағы ұлтты көрсететін, сенімді көрсететін, тіпті дүниеден өтіп кетсе артынан дұға бағыштайтын, ұрпақтан ұрпаққа қалатын, керек десе тегі болып қалыптасатын, әкенің ұлыны, бәленің ұлы деп қалғанда, сол ұлдың түптің түбі аты болып қалатын, тегін айланып кететін дүниесі бар. Сондықтан атты дұрыс қоюға тағы да шақырамын. Сұрақ келіп түсті. Сәлеметсіз бе Нұрлан аға? Балама есімін әжесі қойды. Бірақ қазір ұлымызға есімі ұнамайды. Өйткені ол қыз балаға да ер балаға берілетін есім. Қыз баланың есімі деп жанындағы достары мазақтайды. Енді есімін өзгерткенде қайтадан азан шақыру міндет пе дейді. Біріншіден, енді бала қатты қиналып, одан стресс алып, мысалы Жанат деген атты алайық, ұлға да қойыла береді, қызға да қойыла береді. Егер осы атты бала қатты стресске түсіп, шынымен де қазір жастардың да, балалардың да өте бір қатыгездік
бір өршіп тұрған кез деп айта аламын. Сол қатыгездікке түсіп қала беретін болса, буллинг дейміз, балалардың ортасында сондай бір түртпекке ие болады, кіріптар бола берсе, онда баланың атын өзгерткен дұрыс. Бұндай да ең жақсы жаңаға лақабат қойса да болады, қосымша кличка дейміз. Енді атын өзгертетін болса, мысалы қандай ат болса да өзгертетін жағдай болды. Теріс ат қойылды, бала өте ұялды, әйтеуір не керек өзгертті. Баланың атын өзгерткенде азан шақырылмайды. Осын түсіну керек. Азан шақыртып айт қоймайды балаға. Бір-ақ рет қояды, болды. Туылған кезде азан, оның өзі азан не үшін? Бала бірінші рет дүниеге келіп жатқан баланың құлағына ең бірінші сөз Алла сөзі кірсін деген түсінік қана. Болды. Мағынасы сол оның. Әйтпесе ол өсіп кеткен жаңағы 3 жас 5 жасқа келгенде де құлағына аз айтып бересіз бе деп, ол айтылмайды оның. Тіпті кейбір қыздардың өткенде осыны көрдім. Біздің ұлттық құндылығымызда, дініміздің бір күлкіге айландырғандай, ана отырып қалған қыздың тұсауын кесейік, енді жүріп кетсін, күйеуге шығып кетсін, одан кейін барып атын өзгертіп жіберсе күйеуге шығып кетеді деген сияқты лақап бидағаттың нәрсені қою керек. Бұндай дұрыс емес ол. Ондай нәрсе жоқ. Баланың аты ауысса, тек қана иғлан дейді, жарияланады. Бүгінге дейін бұл, мысалы айтайық, бәленше болған. Енді бүгіннен бастап аты бәленбай болды деп сол жерде отырған адамдарға немесе мына әлеуметтік желіге жариялап қояды, инстаграмына. Болды, атын өзгерттік деп, ол сөйтіп қояды, жеткілікті. Оны қайтадан азан айтудың жолы дұрыс емес. Өкінішке орай, кейбір діннен қатысы бар адамдардың да осыған кіріптар болып, жаңа 5-10 теңге үшін жасап жатқанын көріп қаламыз. Бұл дұрыс нәрсе емес. Ондай нәрсе жоқ. Рахмет, келесі сұрақ. Сәлеметсіз бе Нұрлан аға, жақында ұлымыз дүниеге келеді. Құдай қаласа, есімін әкесі Мағди деп қоямын дейді. Сіздің ойыңыз? Балаға ғ менен Мағди деп қоюдың қажеті жоқ, Мәди деп қойса жеткілікті. Біздің өзі Мәди деген жақсы атымыз бар, сол Мәдиіміз Махдиге ха менен айтылатын имам Махдиге іспеттеледі. Сол имам Махди, мысалы, ең ұлы жәннетпен ұлықталған пайғамбарлардың қатарында бізде, сахабалардың қатарында Саад ибн Аби Вақас деген сахабаның аты бар. Өте ұлықты бір кісі. Бірақ ол кісіні біздің қазақ Саад ибн Аби Вақас демей, Сәдуақас деген. Сәдуақас деген. Мысалы, Сәдуақас Қажы Ғылмани бабамыздың аты, сол Саад ибн Аби Вақастан біздің қазақи қойылған ат. Мысалы, өзбек ағайындарды алайық, оларда Мұхаммед дегендегі пайғамбарға деген құрметін мәд алады да, ешмәд, тәшмәттің бәрі Мұхаммед деген сөздің қысқартылғаны болды. Сондықтан жаңағы хәға айландырып, жаңағы тахир болса тайгир деп менен айту, жаңағы ының орнына иді қолдану, экскаватор дегендегі ені қолданудың қажеті жоқ. Тұрсынды тұрсын деп мен айтпай, өзінің ұлтымызға лайықты айтқан жақсы болады. Тағы бір сұрақ. Сәлеметсіз бе Нұрлан аға, қазір соңғы кездері Алланың 99 ғажайып есімдерінің бірімен атау сәнге айналды. Әлде бұл бір дінге берілгендік пе? Қалай қарайсыз? Менің де жақын туыстарының арасында осы Алланың 99 ғажайып есімінің аттары берілген балалар бар. Алланың 99 аты менен ат қою бұл сүннетте бар. Пайғамбарымыздың аузынан шыққан, сол аттар жақсы екендігі белгілі. Бірақ тағы да айтамын, баланың ең бірінші тәрбиесінен беріледі. Мысалы, Абдурахман, Абдулбахи, Абдусаттар, Абдумалик, Абдурразақ деген сияқты. Бірақ біздің Қазекең бұны көп аса қолдана бермеген. Біздің ұлтымызға өзімізге тән ұлттық аттар қойған. Мысалы айтайық, Бөгенбай, Қабанбай бабаларымыздың бәрі иманды болған, сенімі ешқашан селкем түспеген ұлтымыздың дара тұлғалары. Сондықтан, мысалы, ондай ат қойса да абды менен еркелетіп қосымша ат қойған. Пайғамбарлардың атын қойса да, мысалы, Ибрахим деп қойылған балаға әкесі Құнанбай бабамыз Ибрахим деп қойса да, анасы емізіп отырып Абай деп атын өзгерткен. Сол Абай менен аты таралып кетті. Абылай, Абылайлап шапқан еліміз Абылай, Абылмансұр екендігі белгілі. Қаныш Имантайұлы атамыз, ол кісінің аты Абдымен басталатын аттар болған. Абдулқадыр. Сондықтан айтайын дегенім, олай қойған жақсы. Бірақ күнделікті атаған кезде балаға, мысалы, Абдулбахи, Абдусаттар, Абдумалик, Абдуқуддус, жаңағы Абдуссалам деп қайта бергеннен қарағанда, сіз баланың өмірін соған бейімдеуге көбірек жақсылық алып келдіңіз. Тәрбиелі, иманды, ұлағатты, ұлтжанды, елжан, нағыз мұсылманның сипатын бойына сіңірсеңіз, сол маңыздырақ. Біздің бабаларымыздың аты қазақи бола берді, бірақ заты нағыз тұлғалық
қалыптасты. Мұны осыған мән беруге шақырам. Одан кейін мынандай түсінік жоқ. Абды деп басталса қылмыс жасамайды, абды деп басталса күнә істемейді, абды деп басталса ол жаңағы бүкіл барша жаманшылық нәрселерден алыс болады деген сөз жоқ. Біз көріп отырған бізге өмір заңдылығы не көрсетіп жатыр? Мына террорист дейміз, немесе жанкешті, солардың лаңкестікке барып атқандардың аттарының дерлігі арабша. Не алып келді ол ат? Ат ештеңе алып келмеді. Ол өзінің сеніммен, тіпті абақтыға жабылғандардың аттарының өзі дерлігі солай кездеседі. Сол үшін айтқаным, балаларға тәрбие ең жоғарғы нәрсе. Ал енді абдымен қоятын болса, соған сай өмірі сүру керек. Енді ат қою рәсімін қалай дұрыс өткізуге жөн? Оның да бір әдебі бар. Өте жақсы. Бала туылған кезде ең бірінші азан айтылады құлағына. Құлағына дегенде балаға құлағына айғайламайды. Мен жаңылмасам әлеуметтік желіден көріп қалдым ғой деймін. Бір азамат баланың құлағына шыңғырып азан айтып жатыр. Айғайла, бала шыңғырып, одан шыңғырып жатыр. Енді балаға сөйтуге бола ма екен? Азан айт деген сөз құлағына айғайламайды. Баланы саңырау қылып, сол жерде жындырып тастамау керек, көзін атыстырып. Баланың қасында айтса болды, сол бөлмеде. Сол маңайда айтса, баланың құлағымен естісе, Аллаху акбар деген естісе, болды, бітті. Оң құлағының маңайына, оң тарапына тұрып, тарапы деп айтайын, түсінікті болсын. Баланың оң тарапына шығып азан, баланы сол тарапына шығып, немесе баланы өз қолына алып, азан айтқан адам, оң жағыменен құлақ оң тұсына азан айтады, содан кейін баланы айландырып, екінші қолына алып, содан кейін ол жерде қамат айтады. Сөйтіп, енді негізі кітаптарда қамат жоқ. Бірақ негізі намаз оқымақ үшін азан менен қамат бірге жүргендігі үшін қаматты кейінгі ғұламалар қосып қойған. Бірақ негізі қамат жүрмейді. Азан айтылса жеткілікті. Десе де біздің елдімізде азанда қамат айтылады екі құлағына. Сөйтіп екі жаңағы нәрсені айтып, сенің құлағың бәленше, бірақ мен өзім қазақ екенімді бөліп, мұсылман халқының ішіндегі айнымас бір мұсылман бір бөлігі ретінде қазақ екенімді айқыштау үшін балаға атын айтқан кезде Алланың атымен, пайғамбардың сүннетіменен, қазақ халқының салтыменен, ұлтымыздың ұлы дәстүріменен деп барып, сенің атың бәленше рудан тараған, руын қосам. Бәленше ұлтың қазақ, ұлты қазақ деп айтамыз керек. Сол бұл бала оны түсінбейді оны. Бірақ ана тыңдармағында ана оқыған балалар, ересіп келген кішкентай балалар сенің ұлтың қазақ, дінің мұсылман, өзің ұлтың қазақ, бәленше жүздің, бәленше рудың, бәленше бай әкеңнен тараған, атасында қосып берсең болады білсең. Бәленше атадан тарап, бәленше әкеге тиесілі, анасында бұл жерде бөлген жақсы болады. Анасында құрметтеген жақсы болады. Тек қана біздің бала демей, бәленше анамен, әкесімен, бәленше шешенің анасының баласы атың бәленбай болды деп қойса, мына қатысып тыңдап отырғандар барлығы бір сол баланың өміріне тиесесі бар адам екен түсінеді да. Бұл балаға біздің де қатысымыз бар екен ғой деп. Енді бұны жасаса өте жақсы. Сондықтан бұндай рәсімді меніңше әкесі жасаған жақсы болады. Азан білмесе мен жиі айтам. Ана кітапқа бүйтіп қарап отырып, әйел кітапты ұстап отырады, баланы әкесі қолына ұстайды да, жаңағы енді кейбір әкелер болады қорқақ. Баланы қорқады, шырылдаса қорқады, жыласа қорқады. Ойбай өзі қазақ дұрыс айтады ғой. Жаңа отырған қыз бала тумайды, бала туса қоярға жер таппайды деп, қоярға жер таппағаннан кейін бүйтіп алып, әйтеуір құлағына жайлап айтып қойса маңайда жеткілікті. Немесе біреу ұстап тұрып, қасында айтса болады. Жаңа қамат деп қалдыңыз. Тыңдаушыларымыз бәлкім білмейтін шығар. Ол не? Қамат деген парыз намаздарға айтылатын тура азан, бірақ ол қоңыр дауыспен айтылады. Және ішінде қады қамати сала деген кітаптарда келеді, жаңағы сүннетімізде. Намаз басталды деген сөз. Соны айтады маңайда, сөйтіп баланың құлағына, оң құлағына жаңағы сыбырлап, содан кейін сол құлағына сыбырлап, өзі айтқан кезде сыбырлап деген сөз келеді да. Азанда сыбырлап айтылу керек. Одан кейін жаңағы қаматта сыбырлап, жай ғана баланы шошытпай, сенің атың бәлем болды деп айтып қойса, ол жаңағы балаға мүмкін ол сол моментте балаға қажеті жоқ шығар, бірақ анау тыңдармандардың барлығына өте маңызды. Солай. Рахмет. Қымбатты тыңдаушы, біз тікелей эфирдеміз. 8-700-140-00 студияның телефоны және jjfm.kz сайтынан да көре аласыздар. Қазір музыкалық үзіліс жасайық, содан кейін эфирді жалғастырамыз. Ат қою әдебі. Осы тақырыпқа қатысты сұрақтарыңыз болса мархабат. Күйеуім шірі талақ берді дейді. Неке қиюға бола ма? Хабарласыңыздар муфтиятқа. Почему женщине мусульманке нежелательно красить волосы в черный цвет? Относительно черного цвета есть споры. То, что он